Питер Беллерби, Харлан Сандерс, Генри Форд, Маркус Персон сүйіктісі арқылы есімдерін әлемдік брендке айналдырған жандар. Питер Беллерби глобусты ойлап тапса, Харлан Сандерс әлемдегі танымал фастфуд желісін дамытты. Атақты жандардың ізімен жас қазақстандық кәсіпкер тақияларды заманауи үлгіде пішіп, жаңа леп беруде. Ал жалпы тігінге қызығушылығымның көлемі 3-4 жыл. Үйдегілерге, өзіме киім тігіп жүрмін осы 3-4 жылдың айналасында. Тігін саласында ешқандай арнайы білімім жоқ. Мастер-класстар, ютубтан көбіне қараймын. Сондай өзімнің жеке білімімді жетілдіріп даму болмаса, бұлай ешкімнен оқымағам. Бұл брендімнің слоганы Make Тақия Great Again. Яғни тақияны қайтадан жаңғыртайық, қайтадан ұлы етейік. Сәйкесінше оның қанша уақытқа созылғаны емес, қалай және халықтың арасында қаншалықты танымал болғаны маңызды шығар. Кәсіп бастау үлкен жауапкершілікті талап етеді. Сүйікті ісіңізбен айналысу кәсібіңіздің оң нәтижеге жетуіне жеткіліксіз болуы мүмкін. Ол үшін бизнес мақсатыңыз нақты болуы керек. Егер тауардың сипаты, тұтынатын аудиториясы мен нәтижесі дұрыс анықталмаса, жеңіл өнеркәсіп саласында қиындықтарға тап болуыңыз ықтимал. Кәсіпті 18 жасымда не нәрсеге сеніп ашқанымды енді ол жағын білмеймін енді. Соншалықты да көзсіз батыр болып бірден бітіре салысымен аштым. Басында қиыншылықтар болды. Өйткені заказ болса да, менің киімдеріме қызығушылық көп болса да, кішкене тәжірибе жетіспеді. Сон жағынан кейде клиенттерден ұрыс естиміз енді, сондай жағдайлар болды. Және де ақшаның жетіспеушілігі, өйткені мен 0-ден бастадым ғой, кәдімгі бір кішкентай машинкамен бастадым. Сол машинкамен кейде анам келіп көмектеседі қасыма, өйткені жалғыз болғаннан кейін. Конечно же, есть очень множество рисков. Кәсібіңізде кейбір келеңсіздіктердің орын алуына ішкі факторлар әсер етеді. Оларға әлемдегі дағдарыс, валютаның девальвациясы жатады. Егер адам кәсібін жақсы көріп, құлшыныс білдірсе, өз мүмкіндіктерін дұрыс бағамдай білсе, көптеген жетістіктерге қол жеткізеді. Соның нәтижесінде шағын бизнесті үлкен кәсіпке айналдыруға болады. Крупный, масштабный бизнес. Сүйікті ісіңді кәсіпке айналдыру ешқашан кеш емес. Жаңадан кәсіп бастағанда мақсаттарыңыз смарт әдісімен қойылуы керек. Яғни неғұрлым нақты мақсат қойылса, соғұрлым оған жетудің мүмкіндігі жоғары болады. Мақсаттың түрлері: нақты, өлшемді, қол жетерлік, маңызды, уақыты шектеулі. Осылайша діттеген мақсатыңызға тез әрі жеңіл қол жеткізесіз.